Ассалаумағалейкум достар, мен сіздерге бүгін Ками есімді қыз бен Мико есімді жігіттің басынан өткен қызықты оқиғасын айтып беретін боламын. Видео басталмастан бұрын арнаға жазылып, лайк басып тіркеліп отырыңыздар, ал біз видеомызды бастаймыз. Мико есімді 19 жасар жігіт Инстаграмда ақтарып отырады, яғни күн сайын Инстаграмда ақтарып отырады. Қыздар болса қыздарға жазып дегендей бір-бірімен прикол ұстап сөйтіп отырады. Бір күн сол әдеттегідей Инстаграм қарап отырған сәтте бір интересный бір қыздың фотосын көріп қалады. Ол қыздың есімі Ками болатын. Камидің жасы ол кезде 24-те еді. Сөйтіп Камидің фотосын көріп, ананы кәдімгідей әп-әдемі болып түскен фотоға. Соған сынып қалып Мико деген Инстаграм профиліне кіреді. Сөйтіп барлық фотоларының Камидің деген кәдімгідей әдемі ғой енді. Сөйтіп барлық фотоларына лайк басып, реакция қалдырып, комментарий жазады енді. Бірақ енді жазуға туғы жетпейді енді Миконың. Сөйтіп оны түн сайын ойланады, кәдімгідей түнде ұйықтайтын кезде ойланады, кәдімгідей Камимен бірге қол ұстасып жүрген, кино көріп жатқан барлығын ойланады, кәдімгідей елестетеді көзіне. Сөйтіп алады да бір күні жазсам жазайын, сірә маған ұйықтап тастамайды немесе ұрысып тастамайды. Сөйлесіп кетерміз, сөйлеспесек қоя саламыз деп Мико енді привет, қалайсың, жақын танысайық, танысуға қалай қарайсың, араласайық деп жазады енді. Ками болса ана Миконың сообщениесін оқып, мынау қандай жігіт екен, мұның инстаграмын көрейін, егер нормальный жігіт болып жатса сөйлесермін, болмаса қоя салармын деп Миконың инстаграмына кіреді енді. Мико да енді ақылды жігіт екен, умный жігіт қой енді. Ол да инстаграмда әдемі фотоларын толтырып тастайды, кәдімгідей паркте жүрген, тойда жүрген костюмжалармен, машинада отырғанын, мындай достарының крутой машинада отырған, сол барлығын фотоларын толтырып тастайды енді. Сөйтті Ками мына фотоларды көріп, нормальный жігіт сияқты, мен онда сөйлессем сөйлесіп көрейін, ары қарай болып жатса жүріп үйленіп кетеміз деген ой пайда болады. Сөйтті Миконың сообщениесіне жауап береді. Сөйтіп екеуі кәдімгідей сөйлесіп кетеді енді, руын сұрасып, қай класста оқыдың, қай универде оқып жатсың, анау мынау деп кәдімгідей сөйлесіп кетеді енді. Сөйтіп не істер өзін отношениеде 6 ай жүреді енді, кәдімгідей бір-бірімен по телефону сөйлесіп 6 ай жүреді. 6 айдан кейін Мико енді Камиге сөйлесіп жүргенімізге 6 ай болды міне, давай серьезный отношения бастайық, кәдімгідей егер ары қарай болып жатса үйленіп кетейік деп Камиге намек тастайды енді. Бұны естіген Ками енді ойланып қалады енді, мұның нормальный жігіт екен енді, кәдімгідей серьезный отношениеге шақырып жатыр деп ойланып қалады да, давай жүрсек жүрейік, онда сөйлесіп бастайық, кездесейік деп айтады. Сөйтіп екеуі кездесіп жүреді, кәдімгідей кездесіп сөйлесіп, киноға барып бірге тамақ ішіп, кәдімгідей сөйлесіп бірге уақыт өткізеді енді. Сөйтіп екеуінің сезімі басталып енді екеуі бір-бірін қатты ұнатып кәдімгідей шын сүйеді. Сосын бір күні Мико Камиге айтады да, давай екеуміз оданша қосылайық бірге, сірә үйленеміз ғой, бірге рахаттанайық осы жол деп. Бұны естіген Ками, мәссаған, бұл серьезный ма не? Шынымен екеуміз боламыз ба? Бірақ болу үшін де екеуміз үйленуіміз қажет қой. Екеуміз үйленбесек несі қажеті бар деп, солай Ками Микоға солай айтады. Мико болса, иә, біз үйленеміз, бұйырса осы гостиницадан кейін деп уәде беріп қояды енді Камиге. Сөйтіп екеуі келісіп, кешке жақын енді бір гостиницадан бір бөлме жалдайды енді. Сөйтіп гостиницадағы бір бөлмеге барып, сушняк анау заттарын алып енді ішіп жеп, әңгіме айтып енді бастайды енді. Сөйтіп өткен кеткен басынан қызықты әңгімелерін айтып, ары қарай енді ұятсыз әңгімелерін айтып енді сөйтіп бастайды енді. Содан соң енді жайлап Мико Камиді шешіндіріп бастайды енді, шешіндіріп ерінен сүйіп, мойнынан иіскеп аймалап жайлап сөйтіп қоздырып бастайды енді Камиді енді Миконың енді жайлап мүшесін шығарып енді аймалап ауызына салып енді сөйтіп екеуі бір-бірін қоздырып енді бір-бірінікін жалап енді сөйтіп ақыр соңында енді рахаттанып 3-4 сағат бойы енді рахаттанып беріседі енді екеуі де шаршап қатты ұйықтап қалады енді. Келесі күні гостиницадан шығып, давай хабарласам жаным, давай хабарласам деп екеуі де шығып кетеді гостиницадан. Сөйтсе Мико гостиницадан шыққаннан кейін Камидің номерін удалить етіп, WhatsApp-тан черный списокке тығып, Инстадан блокқа тығып, вообще Камимен сөйлеспейтіндей қылып өзін тастайды. Сөйтіп Камиді ұмытып, өзі басқа қыздарды іздеп, сол басқа қыздармен сөйлесіп, перісіп жүреді. Ал Ками болса Миконың бұлай істегенін іштей біліп қойып, іштей былай сезіп, сол күні бөлмесінен шықпай жылап, кәдімгідей жылап көзі ісіп кеткен Ками енді Микоға қатты ренжіп қалады енді. Ал Мико болса Камидің жасына қалған еді бұл сәтте. Сөйтіп арада 1-2 жыл өтеді енді. Ками болса иманды, ибалы, әдемі сымбатты бір жігітті тауып соған үйленіп тұрмысқа шығады. Ал Мико болса Ками сияқты қыздармен перісіп, әркіммен жүріп, ал Мико болса әркіммен бір перісіп, солайша өзі ақыр соңында бір тесік қызға үйленеді енді. Бірақ та Ками үйленер сәтте жаңағы жігітке айтқан еді, мен негізі қыз емеспін, мен негізі болып қойғанмын, менімен үйленсең осы, үйленбесең өз қалауың деп. Ал Камидің күйеуі болса, жоқ, мен сенімен үйленемін, мен сенімен до конца боламын деп солайша уәделескен еді. Бұл видеоны айтатыным сіздерге, біреудің қызын бұзбайық, біреудің қызымен жаман нәрсе жасамайық. Әр қызымыз біздің қарындасымыз, өмір алма-кезек дегендей, сіз бір қызға жаман нәрсе жасасаңыз, ол сіздің келесі алдыңызға келуі мүмкін. Видеоны арнаға жазылып, лайк басып тіркеліп отырайық.